Дулат Исабеков, Гаухар тас шығармасы. Бүгін мен сіздерге Гаухар тас шығармасын таныстырғым келеді. Бұл адам жүрегіндегі мейірім мен мұң, өкініш пен кешірім, түсініспеушілік пен үнсіздік жайлы терең де әсерлі туынды. Шығармадағы басты кейіпкер Салтанат. Ол жаңа отбасына келін болып түседі. Бірақ оның өмірі күткендей жарқын болмайды. Жақындарының суық қабағы, күйеуінің қаталдығы, айналасындағы түсініспеушілік пен жалғыздық. Бәрі оның нәзік жанын жаралайды. Соған қарамастан Салтанат мейірімін жоғалтпайды. Ол үнсіз ғана бәріне төзеді. Ешкімге жамандық ойламайды. Бірақ кейде үнсіздік, әлсіздік емес, ол жанның айқайы. Шығарма арқылы біз тек бір адамның тағдырын емес, тұтас отбасы ішіндегі қарым-қатынасты көреміз. Автор бізге маңызды ой қалдырады. Бір-бірімізді дер кезінде түсіну, жақын жандарымызды бағалау, айтылмаған сөздің де ауыр салмағы бар екенін сезіну. Себебі кейбір өкініштер кеш келеді, ал кеш келген өкініштің орны толмайды. Егер сіз жан дүниеңізге әсер ететін, терең ой салатын шығарма іздесеңіз, Гаухар тасты міндетті түрде оқып шығыңыз.